Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше меренгамен жасалатын сүзбелі пирог әзірлейтін боламыз. Бұл пирогтың рецептісі оригинал, сатсаңыздар да болады. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майға қантымызды салып, жақсылап езіп аламыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды салып, бір келкі масса болғанша меншіктің көмегімен араластырылатын боламыз. Одан кейін үстіне електен өткізілген ұнымызды, разрыхителімізді саламыз. Жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамыр жұмсақ, қолға жабыспайтын болады. Қамырды целлофанға салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоятын боламын. Оған дейін сүзбесін әзірлейтін боламын. Сүзбеге қантымызды, жұмыртқаның үш сарысын салатын боламын. Үш ағын мен меренгаға пайдаланамын. Үстіне қаймағымызды салып, бір ас қасық ұнымды салып, жақсылап блендердің көмегімен бір келкі масса жасап алатын боламын. Барлық керек заттарды төменгі описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Достар, видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетсеңіздер. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, осылай формамызға жайып шығатын боламыз. Менің формамның диаметрі 26. Жақсылап қолыммен жайып шықтым, бір келкі болғанша. Одан кейін үстіне жаңағы салмамызды салатын боламын. Қызып тұрған пеште 170-180 градуста 25-30 минут пісіріп алатын боламын. Пирогымыз піскенше мен үстіне меренгасын дайындайтын боламын. Меренгасын дайындау үшін, қыздар, біздің ыдысымыз таза, іші құрғақ болуы керек. Жұмыртқамыздың 3 ақ уызын салып, миксерлейтін боламыз. Бірінші ағарғанша миксерлеп аламыз. Ағарғаннан кейін үстіне қантымызды салып, жай жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа қарай көтеріп миксерлеп алатын боламыз. Меренгамыз өз формасын ұстау керек болады. Жақсылап миксерлеп алғаннан кейін үстіне кукуруз крахмалын салып, лопатканың көмегімен араластырып алатын боламыз. Содан кейін мен кондитерлік қапшыққа салып, насатканың көмегімен әдемілеп пирогтың үстіне жайып шықтым. Меренгамызды пісіп шыққан ыстық пирогтың үстіне жазып шығатын боламыз әдемілеп. Одан кейін қайтадан пешке салып 5 минутқа қойып алатын боласыз. Меренгаңыз кішкене қызару керек болады. Жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын пирогтардың бірі. Және де дәмі өте ерекше. Қайта-қайта жасай бергіңіз келетін болады. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Суытып, жесеңіздер өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Айдана.